Қазір енді бұл көліктің минус жақтарын айтамыз. Қандай минустары бар, сол жайында айтамыз. Бұл көліктің ең ұнамаған жерлерін айтатын болсам, ең ұнамаған жері крышкасы ұнамады. 2 рет менде ұшып кетті. Бірақ Құдайға шүкір, моторға ешқандай зияны келген жоқ, бірақ майы кәдімгідей литрлеп азайып қалып. Сонымен жолда келіп жатқан кезде ұшып кетіп, майдың бәріне моторға құйылып, іші сасып, сондай болған. Мына көр, биттің, суырып алдың, қайт бит салдың, міне жабық болды. Осын бір бұрап, в общем, шықпайтындай қылатын болса, вот сол кезде жақсы болар еді. Екіншісі, мынаның да крышкасы жаман. Мынадан да май ағады. Осы екі минусы менің қанымды ішетін. Осы мынадан май кетеді, и мынаусы шығып кетеді да, ұшып кетеді. 2 рет ұшып кетті менде. 2 рет ауысты бұл. Тағы бір минусы мынау өзінің аккумуляторының. Керек кезде таппай қаласың да, сонымен. Керек кезде таппай қалып, осындай дәу аккумулятор салып жүрген. Дәу аккумулятор өзінің несіне сыймайды да, мынандай примерно. Майыстырып салып жүре салдым. Бұның аккумулятор көп доқ береді. Жыл сайын бір аккумулятор ауыстырасың. Отандық өнім, осыны қолдануға кеңес берем. Бар. Қандай аккумулятор алсаң да 1 жыл жүреді ғой. Сондықтан өзіміздің отандық өнім осы барысты ала беріңіздер. Себебі бұл 14 ба доқ береді, 14 ампер ма. Сонымен, в общем, 1 жылда тындырады ғой. Сасып жібереді ананы. Іші қайнатып жібереді ғой. Сол минусы. Сосын басқа минус жоқ. Мына кішкене коробкасы ма, моторы ма, резко газ басқан кезде, авгонға шыққан кезде андай ғой. Резко газ басасың, 1-2-3 секунд ойланады да мотор. Сөйтеді мотор аңырайды да, деп жүргенше ана передний машина саған жақындап қалады, қайтып фураның артына кіріп аласың ғой, үшін. Резко баспайды да. Кейін бірақ оған да үйреніп аласың. Мысалы, келе жатасың, 120-130 келе жатасың. Мысалы, фураның артына келіп тақалған кезде битесің ғой, ана машина жақындап қалған кезде, в общем, авгонға шығатын кезде алдын ала басасың ғой, 3 секунд бұрын. Пока ол мотор ма, коробка ма, біреу ойланады. Сөйтеді да, деп тартам дегенше ана өтеді, содан кейін барып авгонға шығасың. Әйтсе ана өтіп кеткенсің, авгонға шығам деп басып, ана 3 секунд ойланып алдыға шығам дегенше уже келесі машина келіп алады да. Сондай бір кемшілігі бар бұл мотордың. Короче, 3-4 секунд ойланады газ басқан соң. Сосын тағы бір ең басты кемшілігі ручка ғой, ручка. Мынауда шығып кете береді. Нашар. Мынауда шығып кеткен. Мынауда шығып кеткен. Бұны салып, менің қаным ішіліп, ең соңында самайтын болдым. Осы күйінде тұрады, шығып кеткен. Ішінде бір ұзын несі болады. Стопор сияқты, сол кигізіп қоясың, сонымен бет жабысып нормально тұрады. Сосын ана мойкаға кірген кезде қыста қатып қалады да, сонымен тартқан кезде ана шығып кете ма, в общем, сондай бір бәле түсінбедім мен де. Қанша рет салдым, өзінен өзі тайып шығып кете береді. Ең главный екінші минусы. Сосын тағы бір минусы міне. Қандай? Тез сырылып қалады. Материал өте нашар материал. Қолмен сызылады. В общем, сәл бір бәле тиіп кетсе сызылады да қалады. Примерно не салғанымды біліп тұрған шығарсыздар. Артынан алдына дейін салып, тартқан кезде сырылып қалды. Сол кезде қалды анау сырылып. Сосын бұның тағы бір кемшілігі, іші буланып кете береді өзінен өзі. Печка қанша қоссаң да буланып кете береді. Печка қоссаң, терлеп кетесің, өшірсең, іші буланады дегендей, жауын жауғанда. Бұл көліктің тағы бір минусы, мен байқағаным, мынау сосық қызмет істемейді. Дауыс шығып еді, неғып дауыс шықпай қалған.
Ваш экстренный вызов отменен. До свидания. Чтобы выполнить экстренный вызов, нажмите кнопку SOS еще раз. Подключение к службе экстренной помощи. істемейді. Бұны байқағаным менің. Бір рет мен келе жатып соғысып қалдым бір машинамен. Сол кезде бұл автоматически басылды да өзі. Автоматически негізі басылу керек екен. Сөйтеді да. Автоматически басылу керек. Сөйтіп өзі басылды да. Біраз дың деп тұрды да. Сіздің SOS қызметіңіз жұмыс істемейді деді. Бұның сосын тағы да бір бәле. В общем, бұл жұмыс істемесе сізге мынандай айыппұл салынады. Бұны дилерге барып істетіп алыңыз дегенде әңгіме айтты. Істемейді бұл SOS қызметі. Ваш экстренный вызов отменен. Өтірік, До свидания. Осыны нелерге айтып қою керек, дилерге. Нажмите кнопку SOS еще раз. Подключение к службе экстренной помощи. Қара, істемейді. ДТП болған жағдайда, серьезный ДТП болса, осы автоматически басылу керек та. Сізге құтқару қызметін, может, сіз жатсыз, қимылдай алмайсыз, қысылып қалдыңыз машинаға. Сол кезде бұл звонок жасау керек, сол кезде хотя бы айтып үлгеруің керек та. Мен осындай жерге келген кезде машинамды соғып алдым, қысылып қалдым, шыға алмай жатырмын деп. Міне, осы қызмет істемейді, бұл. Chevrolet Center сендерге жұмыс осыны істеп қойыңдар, болмайды бұл. Бұл істемесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес штраф болады екен водительдерге. Водительдерге, яғни автосалонға штраф болмай ма сонда? Мен таң қалып отырмын да. Істемейді ол. Өйткені бір ретте мен тексеріп тұрсам бұның бәрін. Міне, звонок барып жатыр. Істеп қалуы да мүмкін шығар. Көреміз. Бір ретте бірақ істемейді деп айтқан маған. Сәлеметсіз бе? Проверка жасап отырған, проверка істей ма, істемей ма деп. Бір ретте жақсы істеп тұр ма? Бір ретте бұл кей кезде істемей қала ма бұл? SOS қызметі, себебі мен бір рет осы машинаны соққан кезде, осы SOS қызметі автоматически басылды да, бірақ сіздерге гудок бармады. Сөйтті да, осындай сізге штраф болуы мүмкін, осыны жөндетіп алыңыз дегенде айтты да, қазір сол проверка жасап отырмын да, видеоға түсіріп соны. Істемейтін шығар десем, істеп тұрған сияқты ғой. Хорошо, жарайды, рахмет, сау болыңыз. Соны проверка жасап отқам. Жақсы, рахмет. Міне, ағайындар, істейді екен SOS қызметі. Экстренной помощи может перезвонить вам для уточнения информации. Істейді екен. Бұны проверка жасадық. Бір ретте бірақ істемей қалған. Маған штраф деп айтқан. Басты минусы шумоизоляциясы. Шумоизоляциясы өте нашар. Қараң. Дөңгелектің дауысы қалай естіледі. Елдер кей кезде подшипнигін кетіп қалған ба деп айтып отыратын. Бірақ енді